Ассалаумағалейкум, қадірлі Қазспорт телеарнасының көрермендері, сіздердің назарларыңызда көкпар бағдарламасы. Бұл бағдарламамызда біз көкпардан жасөспірімдер арасындағы Қазақстан Республикасының 6-шы чемпионатын назарларыңызға ұсынып отырмыз, және бұл жартылай финалдық кездесу екенін айта кетейік. Жартылай финалдың екінші кездесуінде ақтық бәсекенің жолдамасын сарапқа салатын қос команда міне сіздердің алдарыңызда. Ол Алматы қаласының жасөспірімдер құрамасы мен Оңтүстік Қазақстан облысының жасөспірімдер құрамасы екенін айта кетейік. Бұған дейін естеріңізде болса, өткен аптада Қызылорда облысы мен Ақтөбе облысының жігіттері өзара финалдың жолдамасын сарапқа салып, қызылордалықтар Ақтөбенің жігіттерінен айлаларын асырып кеткен болатын. Сонымен бүгінгі ойындағы төрешілер сіздердің назарларыңызда болды. Аттарын атап түстерін түстей кетейік. Ортадағы төреші Қостанай облысынан Арыскелді Байтасов, қапталдағылар Бақытжан Төлегенов, Зиябек Жеткеров және Сезбек Сыздықов. Сонымен Алматы қаласының құрамы мына тізімде өнер көрсетеді. Бірінші нөмірде Руслан Қиқымбаев, одан ары қарай Жанарыс Тобаржан, Бәйдібек Төленбай, Нұрдәулет Махамбетәлі, Шыңғыс Әлімбаев, Айдос Ерген, Данияр Бектай, Нұрлыбек Тұрдыбай, Қуат Смағұлов, Бағдәулет Серікжан, Бағдәулет Сапар, Пернехан Дайырбек. Командан жаттықтыратын Арман Нұров, команданың жетекшісі Дербіс Байділдаев. Ал енді Оңтүстік Қазақстан облысының құрамы міне сіздердің дәл қазір алдарыңызда. Бірінші нөмірде Елдар Жарылқап, ары қарай Ерғали Мұхтаров, Нұрислам Төлеп, Даниял Керімбек, Қуаныш Толыбай, Нұрдәулет Аманжол, Нариман Ертай, Бақберген Өмірзақов, Нұрлыбек Өмірзақ, Нұршеру Өмірзақ және Мәди Ашыл, 12-ші нөмірдегі ойыншы Бағдат Өсер. Команданың жетекшісі Ғани Ахметбаев мырза, ал команданың жаттықтыратын Еркебай Омарбек. Еркебай Омарбекті көкпардың жанкүйерлері құлагер көкпар командасының сапында өнер көрсеткен белді ойыншы ретінде танитыны белгілі. Сонымен Алматы қаласы мен Оңтүстік Қазақстан облысының жігіттер арасындағы тартыста кездесу басталды. Тартысы деп айтуымызға негіз бар, өйткені екі құрамда өте мықты, бірақ соған қарамастан бүгін Алматы қаласының жігіттері аса бір қатты қарқынмен ойын көрсетпеу мүмкін. Неге десеңіз, қанша дегенмен де құлагер фаворит бұл ойында. Оңтүстік Қазақстан облысының жігіттері мықты екенін мойындалған. Сондықтан күшін алматылықтар барынша үшінші орын үшін болатын кездесуге, яғни Ақтөбе жігіттермен болатын ойынға сақтауы мүмкін. Тек жігіттер өздерінің күшін емес, бұл жерде бастысы адамның қалпына келуі тез ғой, қанша дегенмен. Бастысы осы аттардың күшін сақтап қалуға барынша тырысады. Ал Оңтүстік Қазақстан облысының жігіттері егер осы ойында жеңетін болса, онда ақтық бәсекеде Қызылорда облысының жігіттерімен шығады. Қызылорда облысының жасөспірімдер құрамасы осымен шатаспасам қатарынан 3-ші рет финалға жолдама алды. Жасөспірімдер арасында, ал ересектер және жастар арасында Қызылорда облысының командасының көптен бері бағжанбай жүргені белгілі. Сонымен дәл қазір Оңтүстік Қазақстан облысының палуандары серкені өз тақымдарына басып алған. Мінекей Көкшұбар айғырмен шабуылға бастаған Оңтүстік Қазақстан облысының ойыншысын көріп отырсыздар. Алматылықтар қорғаныста өте сауатты өнер көрсетуде. Дәл қазір сол қорғанысты жарып шығып, екінші нөмірдегі Ерғали Мұхтаров өз командасын алға сүйреуге барын салуда. Міне қазір мәреге жақындаған сәтте ат тұяғының астында қалды серке, және мәре сызығына тиіп жатқандықтан бұл жерде ойынды тоқтатады төреші тиісінше. Сөйтіп ортадағы шеңберге келіп тастайды, жалпы командалық тартыс басталады. Жалпы бұл чемпионатқа жасөспірімдер арасындағы еліміздің түкпір-түкпірінен келді. 12 команда жиналып өзара бақ сынап жатқан жайлары бар. Қазір міне Оңтүстік Қазақстан облысының тағы бір палуаны ортадағы шеңберге тасталған серкені жұлып алып мәренің үстіне келді. Бұл салым болуға тиісті. Қалай болар екен? 7-ші нөмірдегі бұл Нариман болуға тиісті. Мәренің үстінде тұрып серкені тастамай кетті. Нариман Ертай тақымына қара серкені басып, күрең айғырмен додаға қайтадан кірді.
Міне көрдіңіздер, алматылықтардың қорғанысында бір ғана бала қалғанын. Бұл салым өте тамаша. Алғашқы есеп ашылды. Ойынның 5-ші минуты, қадірлі телекөрермен. Оңтүстік Қазақстан облысының жасөспірімдер құрамасының ең белді ойыншыларының бірі осы Нариман Ертай. 1999 жылы Оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген. Астындағы Мерген дейтін тұлпарымен алғашқы салымды салып, ойынның есебін ашып отыр. Жарайсың, Нариман. Осы жалпы финалға дейінгі көп кездесулерде Оңтүстік Қазақстан облысының сапынан дәл осы Ертай Нариман көп салымдарға қол жеткізіп жүрген жігіттердің бірі. Елдар Жарылқап, бұл да осы Оңтүстік Қазақстан облысының бағына біткен палуан десек артық айтпайтын шығармыз. Қазір аттың жүрісін бәсеңдетті, шабандатып алып келе жатыр әдейі, тізгінді тартып, мінекей қағып аттың күшімен мәреге жақындаған сәтті көріп отырсыздар. Алматылықтардың қорғанысы күшейе түсті. Қалыңдыдан айналып өтіп барып бір салымды тағы да мәренің ортасына тастап кетті. Жарайсың. Елдар Жарылқап бұл салымның авторы. Бұл да сол Нариманның құрдасы. 1999 жыл туған. Астындағы тұлпары Ақбақай. Ақбақай әлем чемпионатында өнер көрсеткен сәйгүліктердің бірі. Негізінен Елдар Жарылқап аттың тізгінін тартып барып мәреге жақындаған өздеріңіз көрдіңіздер. Мәрені бір көрсетсең, айнытпай сол жерге тік баратын аттардың бірі осы Ақбақай, қадірлі телекөрермен. Әлем чемпионатында қазақтың абыройын асқақтатқан сәйгүлік болатын. Міне бүгін құлагерліктерге үлкен демеу болып жатқан жайы бар. Міне Шымкент қаласындағы ипподромдағы ойын алаң иелерінің пайдасына шешіліп жатыр. Дәл қазір есеп 2-0. Әлі бірінші кезеңнің бел ортасына да жеткен жоқпыз. Қарқындары өте тамаша. Дәл осылай жалғаса беретін болса, онда бірінің артынан бірін салымдарды ұлғайта беретіні түсінікті. Оңтүстік Қазақстан облысының жігіттері жаңа ойын басында атап өткендей, алматылықтар шынымен де бұл ойынға өте салғырт қарап өнер көрсетуде. Қанша күш салса, бірақ Оңтүстік Қазақстан жігіттері алматылықтарға дес бермейтін болса, онда шынымен де заяға, далаға кеткен күш болып қала бермек. Сондықтан барынша осы 3-ші орын үшін өтетін кездесуге тыңғылықты дайындықты жүргізетін секілді. Дербіс Байділдаевтың да, Арман Нұровтың да негізгі тәсілдерінің бірі осы болса керекті. Қазір Серкен Алматы қаласының жігіттері тақымға басқан, бірақ Оңтүстік Қазақстан облысының оғландары да Серкені тартып алуға барын салуда. Қазір Серкеде бір емес, екі емес, 4 жігіт таласып жатқан жайы бар. Міне нағыз жекпе-жекке кетті. Жата тартыс деп осыны айтады қазақ. Нәтижесінде Алматы қаласының жігіттері Серкені өз тақымдарында қалдырған. Дегенмен нәтижелі шабуыл ұйымдастыра алмады, өйткені Серке ойын алаңының сыртына шығып кетті. Амал нешік, енді ортада жекпе-жек сайысы болады. Қос команданың жекпе-жекке шығатын палуандар дайын. Ырыскелді Байтасовтың ысқырығы естілді. Ырыскелді Байтасовтың ысқырығы естіле салғаны сол еді. Міне көк сәйгүлікпен 2-ші нөмірдегі Ерғали Мұхтаров Серкені жерден жұлып әкеткен. Алайда тартыстың нәтижесінде Серке ойын алаңның сыртына шығып кетті. Жаңа ғана режиссерлар Қызылорда облысының жігіттерін көрсетті. Ойынды бақылап отыр қазір. Қазір төреші ойын тоқтатуға тиіс, өйткені жекпе-жек аяқталмай тұрып, Алматы қаласының бір ойыншысы жекпе-жек алаңының ішіне кіріп кетті. Сөйтті де 10-ші нөмірдегі Бағдәулет Серікжанға көк қағаз көрсетілді. Яғни 2 минут ойыннан шеттетіледі деген сөз. Жанар Стобажан мен Нариман Ертай шыққан екен. Нариман алғашқы салымның авторы. Бүгінгі кездесуде есеп ашқан ойыншы осы Нариман. Бірақ жекпе-жекте қазір қарсыласын алдырып қойғанын көрдіңіздер. 12-ші нөмірдегі алматылық палуан Серкені өз тақымына басып алған, бірақ өкінішке қарай ойын алаңның сыртына шығып кетті. Әрине өз еркімен шыққан жоқ.
оңтүстік Қазақстан облысының қорғаушысы әрі шабуылшысы, атап айтқанда Нариман Ертай бұл палуанды ығыстырып шығарып салғанын көрдіңіздер. Қазір екінші нөмірдегі Ерғали Мұхтаров Серкені тақымға басқан және мәреге жақындап қалған сәт. Қазір аттың тізгінін дұрыстау керек, бірақ тізгінді кері бұрып, мінекей атты айналдырып қаштыртып әкеп мәреге жеке дара шығып кетті. Не деген шеберлік десеңізші, ат деген үзеңгіге қыстырылып қалған екен. Серке мұндайда оңтүстік Қазақстан облысының жігіттерінің мүмкіндігі бар. Міне бұл салым болуға тиісті, көрейік. Жоқ, Нұрислам Төлеп Серкені тақымға ыңғайлап басып алайын деді. Әйтпесе сүйретіп барып та тастай салуға болатын еді. Мінекей өздеріңіз көріп отырсыздар. Күрең төбел шабуылға шықты. Аттың қарқынына қарқын қосты және жеке дара шыққан сәті. Бұл салым болуға тиісті, шабуылақ. Міне тамаша. Нұрислам Төлеп, қадірлі телекөрермен, үшінші салымның авторы. Астындағы тұлпары найза. Бұл найза да талай байрақты бәсекелерде өнер көрсетіп жүрген, қалың додада топ жарып жүрген тұлпар екені бесенеден белгілі. Сонымен Нұрислам Төлеп есепті 3-0-ге жеткізді. Оңтүстік Қазақстан облысының тумасы, осы оңтүстік Қазақстан облысының жасөспірімдер құрамасының мүшесі Нұрислам Төлеп ойынның 12-ші минутында есепті 3-0-ге жеткізіп отыр. 4-ші нөмірдегі Даниял Керімбек қазір. Ай, шіркін, бұл салым болуға тиісті, әдемі шабуыл және салым. Бірақ бұл жерде кішкене төрешінің шешімі қалай болатын күттік, және бұл шабуылда салыммен түйіндеген Бозторғай деген сәйгілікті тізгіндеген Даниял Керімбек. Даниял Керімбек шынымен де келіп барып Серкені мәренің ішіне тастап кетті. Дәл ортасына деп айта алмаймыз енді. Елдар Жарылқап Ақбақаймен қайта бір шабуыл ұйымдастыруға көшті. Міне қараңыздаршы, Ақбақайдың қандай шеберлігін. Міне тамаша. Ақбақай шабуылға шықты. Бұл аттың жылдамдығында сөз жоқ расымен де. Ақбақай, міне қараңыздаршы, жаңа ғана жылдамдықты қоспай жүреді Елдар. Енді мінекей Ақбақаймен қарсыластарының қасынан шауып өте шыққанын көрдіңіздер. Алматылықтар сонда да қорғаныста өте сауатты өнер көрсете білді. Нәтижесінде Ақбақайды мінген Елдар Жарылқап тоқтатты. Міне тағы да қарсы алдынан кес-кестеп шыға келгенін көрдіңіздер. Бұл жерде кішкене Серкенің салмағында есепте алмаған секілді. Қараңыздаршы, Ақбақайды сүйрелеп ойын алаңның сыртына шығарып жүрді. Оңтүстік Қазақстан облысының жігіттерінің шабуылын осылайша алматылықтар бұза білді. Негізгі мақсаттар осы. Бүгін қорғаныста 2-ші нөмірде өнер көрсетеді. Тағы да сол Ерғали Мұхтаров. Ерғали Мұхтаров өзінің жекпе-жектегі нағыз шебер ойыншы екенін көрсетуде. Жекпе-жектің нағыз марғасқаларының бірі Бақтыбай Шоңқұл, осы құлагердің жаттықтырушысы әрі капитаны ересектер арасындағы. Сондықтан ондай жігіттердің шәкірттері өте керемет өнер көрсетуге тиісті. Құлагерліктер ары қарай шабуыл жалғастыруға мүмкіндіктері бар. Міне Серкені Шымкенттің жігіттері қазір жерден іліп кетуге шақ қалды. Тағы да өз тақымдарына басып алуға даяр тұр. Әрине алматылықтардың қорғанысы болмаса. Міне тура Алматы жігіттерінің қорғап жатқан мәресінің тұсындағы талас. Әлде болса оңтүстік Қазақстан облысының жігіттері Серкені өз тақымдарына басып алуға барын салып жатқанын көріп отырмыз. Әттеген-ай, Серке ойын алаңының сыртына шығып кетті. Әйтпесе тамаша бір салымның куәсі болатын едік. Мұндай тартысты ойын болмағаны біраз болды. Әйтеуір жігіттері ар тартып, Серкені бер тартып, оңтүстік Қазақстан облысының жігіттеріне
нәтижелі шабуыл ұйымдастыруына алматылықтар ешқандай да мүмкіндік бере қойған жоқ. Міне тағы да жекпе-жекте Нариман Ертай шыққан екен. Нариман жекпе-жектің хас шебер деп айтуға келмейтін шығар, десек те шабуылда өте сауатты өнер көрсететін жігіттердің бірі. Қазір төрешінің ысқырығы естілді. Сөйтті де бір ойыншыға сары қағаз көрсетілді. Оңтүстік Қазақстан облысының ойыншысы сол Нариман Ертай қазір 5 минутқа ойыннан шеттетілді. Оның себебі міне қазір қайталап көріністе байқайсыздар. Аттың алқымымен қарсыласы еңкейіп жатқан жақтан кеп соқты. Бұл енді ереже бұзуға болмайды. Сонымен 13 нөмірдегі алматылық Бақдәулет Серікжан мен Ерғали Мұхтаровтың арасындағы тартыс жекпе-жектің алаңынан шығып кеткен. Сонда да әлі де талас тартыс өрбіп жатыр. Нағыз құрыш білекті, түкті жүректі жігіттердің ойын екені осынан ақ көрінсе керекті. Серке ойын алаңның сыртына шығып кететін тәрізді, бірақ жерге түсіп қалғанын көрдік. Бұл оңтүстік Қазақстан облысының жігіттеріне олжа екені айтпаса да түсінікті. Тағы да бір салым. Оңтүстік Қазақстан облысының жігіттері есепті еселеді. Бұл салымның авторы Нұрлыхан Өмірзақ, қадірлі телегөрермен. Астындағы сәйгүлігі Алмат Қасқа. Оңтүстік Қазақстан облысының ойыншысы ойынның бірінші кезеңінің ең соңғы минутында есепті 5-0-ге жеткізіп отыр. Жарайсыңнан басқа амал жоқ. Бұл Алмат Қасқа да үлкен додаларда елдің намысын қорғап жүрген аттардың бірі. Доданы қақ жарып, өте керемет өнер көрсетеді. Үстіндегі шабандоз Нұрлыхан Өмірзақпен де өте сәтті жұп құрып жатқанын байқап отырмыз. Сонымен бәсекенің бірінші кезеңінің аяқталуына көп уақыт қала қойған жоқ. Серке тағы да ойын алаңның сыртына шығып кетті. Алматылықтар Серкені өз тақымдарына басқан кезде әйтеуір ойын алаңның сыртына шығып кетіп жатқан шайлары көп. Міне төрешінің де ысқырығы естілді. Осылайша бірінші кезең 5-0 есебімен оңтүстік Қазақстан облысының жігіттерінің пайдасына шешіліп отыр. Арнамызға енді ғана қосылған көрермендер болса, естеріңізге сала кетейік, бұл көкпар бағдарламасы және дәл осы бағдарламада жасөспірімдер арасындағы Қазақстан Республикасының 6-шы чемпионатының 2-ші жартылай финалдық кездесуі. Қарталатаудың етегінен келген Алматы қаласының жасөспірімдер құрамасы мен оңтүстік Қазақстан облысының, яғни алаң иелерінің арасындағы тартысты бәсеке. Бұл жерде бірінші кезеңнің қорытындысы бойынша 5-0 есебімен оңтүстік Қазақстан облысының оғландары алға шыққан, оқ бойы озып шыққан. Әрине бұл есепке қалған 20 минуттықта алматылықтардың жетіп алуы әрине мүмкін. Бұл спорт десек те дәл осындай ойын өрнегімен Шымкенттің жігіттері алдыра қоймасы белгілі де секілді. Жалпы бұған дейінгі бірінші жартылай финалдық кездесуде Қызылорда облысының құрамасы ақтөбеліктерді ойсырата жеңген. Енді дәл осы ойынның нәтижесінде жеңген команда қызылордалықтармен жасөспірімдер чемпионатының бірінші орнын, яғни чемпиондық атақты сарапқа салатын болса,
Ал жеңілген команда ақтөбеліктермен осы чемпионаттағы 3-ші орынның жүлдесін өзара бөліп алмаққа бекінеді. Сонымен 5-0 есебімен алға шыққан Оңтүстік Қазақстан облысының жігіттері тағы да есеп көрсеткішті еселеуге барын салып жатыр. Нұрдәулет Аманжол қазір Серкені өз тақымына басып, шабуыл ұйымдастыруға діттегенін көрдік. Міне топты қалың додан айналып, ар шауып, бер шауып қазір кішкене ұзағырақ айналу керек. Сол кезде қарсыластарын қапыда қалдырып кетуге мүмкіндік бар. Көрейік, әдем бір шабуыл және салым бекен. Қазір төрешінің шешімін күтеміз. Мәренің ішінде жатқан секілді. Салым, қадірлі телекөрермен. Нұрдәулет Аманжол 2000 жыл туған шабандоз. Бұл жігіттің әлде жасөспірімдер чемпионатына қатысуға мүмкіндігі бар. Астындағы тұлпары Зиябек Қасқа, Оңтүстік Қазақстан облысының ойыншысы, ойынның 23-ші минутында бір салым салып, есепті 6-0-ге жеткізіп отыр. Зиябек Қасқа деп айтатындай жөні бар. Зиябек дейтін бұл аттың иесі екенін айта кеткеніміз жөн. Зиябек Жеткеров дейтін азамат осы қаншама жылдан бері ұлттық ойында, көкпарда, аударыспақта, теңгелуде болсын, төрешілік қызмет атқарып жүрген ұлттық спорттың ақсақалдарының бірі. Осы Төле би ауданының тумасы, Оңтүстік Қазақстан облысының. Тек төрешілік етіп қана қоймай, өзі атпен айналысады. Сол Зиябектің қорасынан шыққан Қасқа тұлпар бүгін өз жерінің Оңтүстік Қазақстан облысының намысын қорғап жүр. Үстіндегі шабандоз Нұрдәулет Аманжол. Нұрдәулет осы Қасқа сәйгүлікпен бір салым салып, аттың иесінің де өзінің де абыройын асқақтап жатқан жайы бар. Ойын өрнегі тағы да сол Оңтүстік Қазақстан облысының жігіттеріне байланысты болып тұр. Сол баяғы Ерғали Мұхтаров жекпе-жектің баршасынан да жеңіске жетіп, Серкені алып шыққанмен, сол Ерғалидің тақымындағы Серкені алып кететін бір шабуылшыны таппай жүргенін көріп отырсыздар. Әрине салымға әркімнің ақ бар таласы ғой, сондықтан өзі де салым салуға бекінген секілді. Алайда алматылықтардың қорғанысы, аттың жылдамдығы жекпе-жек аттарында көбінесе жылдамдық бола бермейтін де түсінікті. Сондықтан бұл жердегі шабуыл нәтижесіз өз мәресіне жетті. Ойын алаңының сыртына шығарып жүргенін көрдік Серкені. Енді ары қарай Нариман Ертай бірінші кезеңде сары қағаз алып ойыннан шеттетілген ойыншы. Дәл осы жекпе-жекте ереже бұзған үшін қазір жекпе-жекке қайта шыққан екен. Болар баланың бетін қақпай белін буып Еркебай Омарбек жекпе-жекке қайтадан шығарыпты. Екінші кезеңнің басында бір салыммен көзге түскен Нұрлыхан Өмірзақтан кейін ойынның өрнегі басқаша өріп жатыр. Алматылықтар қорғаныстағы тактикасын өзгерткен секілді бағанадан бері көбінесе сол Серкені жұлып алуға барын салып жатса, енді тек Серкеге жармаспай-ақ сүйреп, итеріп, ығыстырып, қағып қарсыластарын ойын алаңының сыртына шығарып жіберіп жатқан жайы бар. Бұл да болса негізі әдемі қорғаныстардың бірі. Көп командалар оны қолданатын білесіздер. Көкпардағы ең тиімді қорғаныс десек те болады. Бірақ енді Оңтүстік Қазақстан облысының жігіттері жерден жақсы біледі. Сондықтан бұл жерде көбінесе қорғаныстан шығып бара жатқан кезде әйтеуір алматылықтар Серкеге жармасып қалмаса, Серкені тақымнан шығарып кетіп жатыр. Тағы да мәренің үстінде бұл салым болуға тиісті. Нариман Ертай екінші салымының авторы атанды өзінің бүгінгі ойын барысындағы. Және бұл құлагерліктердің қоржынына түскен 7-ші салым. Қадірлі телекөрермен, Мерген деген сәйгүлік осылайша 2 рет көзге түсті. Қараңыздар, екеуінде де дәл осылай өте ақылмен ойын көрсеткенін көрдік.
мәренің үстіне оп-оңай келіп, дәл қақ ортасына Серкені қойып кеткен жайы бар. Алматылықтар қорғаныста қазықтай қадалып қала берді. Оны айналып өткен Нариман есепті 7-0-ге жеткізіп отыр. Тағы да сол оңтүстік Қазақстан облысының жігіттері Серкеге бірінші болып жеткен. Тағы да өз тақымдарына басып алуға барын салып жатыр қазір. Бірінші нөмірдегі Елдар Жарылқап. Елдар Жарылқап та үздік шабуылшылардың бірі. Міне тағы да Елдар Жарылқап Серкен тақымға басқан екен. Одан әріптесі Бағдат Өсерге ауыстырыпты. Бағдат Өсер қазір Серкені алған күй мәренің сызығының үстіне тастап кетті. Алматылықтарды аяды ғой дейм шамасы. Әдемі шабуыл еді, бірақ енді өкінетін дәнеңе жоқ. Өткен 7-0 есебімен алда келе жатыр. Егер есеп теңестіретіндей болмаса бір салыммен ғана алға озатындай жағдай туындап тұрған жағдайда бұған әрине сан соғып қалуға болатындай жағдай еді. Бірақ енді 7-0 есебімен келе жатқан кезде бұған жай ғана езу тартып жымиып қана күліп қоя салған шығар. Әй сенде деген секілді бапкерлері. Бірақ әлде болса өздеріңіз білесіздер ғой, оңтүстік Қазақстан облысында бәсеке өте жоғары. Командаға алыну қиын. Бірнеше аудандардың жігіттері қаншама оқу-жаттығу жиындарына келіп осы құрамына іліне алмай жүрген жігіттер қаншама. Сондықтан орынды бермеу үшін барынша жақсы өнер көрсетуге тиісті. Жасөспірімдер бұл көкпардағы ғұмырының бастауы ғана. Одан қала бері жастар бар, ересектер арасы бар. Ересектерге шығатын болса, онда сары құрлықтың чемпионаттары, халықаралық турнирлерде атсалысады, сондай-ақ әлем чемпионаттары бар дегендей алда күтіп тұрған. Сондықтан барынша сауатты өнер көрсетуге тырысу керек жігіттерге. 5-ші нөмірдегі Қуаныш Толыбай қазір Серкен тақымға басып, қасқа күреңмен шабуылға шыққан, бірақ қос қапталдан Алматының жігіттері қыспаққа алып, ойын алаңның сыртына шығарып жіберді. Енді ортадағы шеңберде жекпе-жек сайысы орын алып жатыр. Жанар Тобажан шыққан екен бұл жолы Ерғали Мұхтаровқа қарсы. Ерғали Мұхтаров астындағы көк айғырмен жекпе-жекте ешкімге дес берер емес. Серке тағы да сол оңтүстік жігіттерінің тақымында. Алматылықтар ойын алаңының сыртына шығарып жіберуге барын салғанымен, шабуылды әдемі ұйымдастыра білген оңтүстіктің жігіттері міне мәреге қарай жақындады. Алматының палуандарының білектерінің қандай мықты екенін көріп отырсыздар. Серке әлде болса сол оңтүстік Қазақстанның жігіттерінде жерге түсіп қалған екен. Қазір Ерғали Мұхтаров кішкене жарақат алып қалған секілді. Жоқ, Ерғали Мұхтаров емес, Нұршері Өмірзақ тартыстың арасында жарақат алып қалған секілді. Сол ішіне аттың басы ма, әлде қарсыластың бір иығыма тиіп кеткен секілді, бірақ әзірге төреші шабуылды тоқтатқан жоқ. Өйткені өте тамаша шабуыл ұйымдастырылып жатыр. Қарымта шабуыл. Алматылықтар алғашқы шабуылдарын ұйымдастыруға көшкен, бірақ Серкені ойын алаңының сыртына шығарып жүр. Енді асықпай Нұршері Өмірзақтың жағдайына алаңдауға мүмкіндік болады. Не қайталап көріністен байқайық.
Нұршер Өмірзақ Серкені алам деген тұста жарақат алып қалған секілді. Қазір Нұршеріні басқа ойыншы алмастыруға тиісті. Сонымен тағы да сол Оңтүстік Қазақстан облысының жігіттері бір шабуылмен көзге түсті. Ерғали Мұхтаров Серкені әкеп тастаған болатын. Ерғали Мұхтаров бүгінгі ойынның барысында қаншама жекпе-жекте жеңімпаз атанып жүрсе де, бірде-бір шабуылды нәтижелі ұйымдастырмаған. Осы жолы керемет өнер көрсетіп, бір салымға қол жеткізіп отыр. Жарайсың, Ерғали. Ойынның 36 минутында есепті 8-0-ге жеткізді қадірлі телегөрермен. Сонымен Серке қазір алматылықтар өз тақымдарына басып алуға Серкені барын салып бағуда. Алайда ойын алаңының сыртына шығып кеткенін көріп отырмыз. Енді ортада қайтадан жекпе-жек сайысы болады. Ойынның тағдыры шешілді. 8-0. Алматылықтар құр қол қайтпайық деп әйтеуір бір салым салып қоюға болатын шығар, егер Оңтүстік Қазақстан облысының жігіттері оған мүмкіндік бере қалса. Жекпе-жекте де сол тағы да Оңтүстіктің жігіттері мерейін үстем етіп жатқан жайы бар. Оңтүстік Қазақстан облысының палуандары Мәди Ашыл қазір Серкені тақымға басып шабуыл ұйымдастыруға тырысып жүр. Мәренің үстінде. Міне бұл салым салуға тиісті, бірақ өздеріңіз көрдіңіздер ғой. Аттың бауырынан қанша тебінсе де мәреге қарай жүрмей қалды. Командалық әріптесіне ұзатқан сәті. Елдар Жарылқап Ақбақаймен Серкені тақымға басқан, бірақ командалық әріптесіне қайтадан ұзатып берді. Нариман Ертай қазір Серкені тақымға басып жыраққа шығып кетті қалың додадан. Командалық әріптесіне ол да ұзатып берді. Нұрдәулет Аманжол. Бұған дейін Зиябек Қасқамен бір салым салған. Тағы да сол Қасқа Сайгүлікпен шабуылға шықты. Және алдында алматылықтардың қарасы көрініп тұр. Сонда да әдемі өткен сәті. Қараңыздаршы, Мәренің қасынан қалай айналып өтіп кетті. Сан соқтырып алдап барып салмақшы. Міне әлде болса сол Мәренің жиегінде ар шапқылап, бер шапқылап атой салып жүрген жайы бар. Зиябек Қасқаны қамшылап, міне қазір тағы да делебесін қоздырып жатқан сәтіне куә болып отырмыз. Міне қалай тоқтатады, атты қалай ойнатады, шіркін-ай. Не деген шабандоз мынау. Нұрдәулет Аманжол ойынның соңына қарай өзінің керемет ойыншы екенін көрсеткендей. Міне шабуылшы дейтін осылай болуға тиісті, бірақ ертерек салымды болып нақты нүктесін қоюға ұмтылу керек. Және жеке дара шығып кетті да ойынның ең соңғы минутында, яғни 40 минутта Нұрдәулет Аманжол тағы бір салымны автор атанып отыр. 2000 жыл туған палуан. Небәрі 17 жасар. Астындағы тұлпар Зиябек Қасқа. Ұлттық спорттың жанашырлары осылай өз жерінің, туған жерінің командасына үлес қосып жатқан жай бар. Қараңыздар енді. Расымен де Нұрдәулет Аманжол нағыз ойынның классикасын көрсетті көкпардың. Жарайсыңнан басқа айтар жоқ. Алматылықтарды расымен дел салып кетті. Қалай қорғандарын білмей қалды. Қорғанысты осылай бұзып жару керек. Ойын аяқталды. Есеп
9-0 оңтүстік қазақстан облысының жігіттерінің пайдасында. Финалға өтулерімен оңтүстік қазақстан облысының ұжымын шын жүректен құттықтаймыз. Бұл көкпар бағдарламасы. Келесі аптада тартысты бәсекеде қайта қауышқанша дейміз. Аман сау болыңыздар.